бізде ол үшін сары май және қант ұнтағы. Сіздерге шекер қосуға болады. Қант ұнтағын қоссаңыздар, бұл бірден не істейді, ериді. Ал шекер қоссаңыздар, оны көп істеу керексіз. Сондықтан мен қант ұнтағын қосып жатырмын. Және жұмыртқа саламыз. Және оған ұн қосамыз. Мен ұнның үстіне қопсытқыш салып қойдым. Енді ұнымызды қосып болған соң жақсылап араластырамыз. Осындайға салып, өстіп пішінелерімізді шығамыз. Достар, осылай өз қалаларыңызда пішінелерімізді шығады және осыны енді духовкаға саламыз. 200 градуста 5-10 минут пісіреміз. Ол сіздердің өз пештеріңізге байланысты. Дайын.